Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын үй жағдайында қазан кебаб дайындайтын боламыз. Ең алдымен картоптың сыртын тазартып, жуып құрғатамыз. Одан кейін пияз қажет, етті қалауыңызша қосуға болады. Мендегі тұздалған сиыр қабырғасымен жұмсақ еттері аралас. Және қызыл, қара бұрыш, зира дәмдеуіштері керемет дәм береді. Қуырғанға сұйық май қажет болады. Қызып тұрған табамызға майды көптеп етіп құйып, ең алдымен жуып тазартылып құрғатылған картоптарымызды жақсылап екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Картоптарымыз қуырылғанша етті кесіп дайындайтын боламыз. Мен үй жағдайында дайындағандықтан орташа көлемде кесіп дайындап алдым. Егер далада ошақта қуыратын болсаңыз, бұдан сәл үлкенірек етіп қуырсаңыз өте күшті болады. Құрметті менің көрермендерім, қазақ тілді контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, менің алдағы рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, өз пікіріңізді комментарий бөліміне жазып кетуіңізді сұраймын. Отқа қойған картоптарды ұмытпай астын үстіне қарай аударып, жақсылап күйдіріп алмай қуыратын боламыз. Пияздарды полукольца етіп турап аламыз. Видеода менде 5 пияз, менде ұсақ болғандықтан осылай 5 пиязды алдым. Егер сізде ірі пияз болса, 2-3 пияз жеткілікті болады. Пиязыңыз көп болған сайын тамағыңыз солғұрлым, сочный болып шығатын болады. Мінекей біздің картоптарымыз қуырылып дайын болды. Енді осы картоптарды бөлек таза құрғақ тарелкаға алып аламыз. Оттың астын өшірмей, осы картоптан қалған қызып тұрған майға еттің барлығын салып, жақсылап екі бетін қызартып қуырып алатын боламыз. Етіміз күйіп кетпейтіндей міндетті түрде қозғап қуырып аламыз. 10 минут қуырсақ жеткілікті болады. 10 минуттан кейін, осылай қызарғаннан кейін майдың көп бөлігін алып тастап, аз бөлігін қазанда қалдыратын боламыз. Артылған майдың енді бізге керегі жоқ, төгіп тастай беруге болады. Осы қуырып жатқан еттің үстіне жаңағы туралған пияздарымыздың барлығын салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Пиязды қатты аса қызартып қуырудың қажеті жоқ. Пияз қуырылып жатқан кезде үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Менде тұздалған ет болғандықтан тұз қосқан жоқпын. Егер сізде тұздалмаған ет болса, міндетті түрде дәміне қарай тұз қоссаңыз болады. 1 шай қасықты толтырмай қара бұрыш және жарты қасық ащы қызыл бұрыш қосамыз, және жарты қасық зира қосып, барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Осы қуырылып жатқан еттің үстіне бағанағы қуырып алған картоптарымызды тізбектеп бетіне қойып шығамыз, және 1 кесе суды құйып, судың температурасы маңызды емес, жай отта 1,5 сағаттай бұқтыратын боламыз. Тағамдарымызға әсемдік беретін және дәм беретін неше түрлі аскөкті пайдалансаңыз болады. Мен укропты ұсақтап турап және балғын пиязбен әсемдейтін боламын. Өз қалауыңызша әсемдеуге болады. Осымен біздің дәмі тіл үйретін қазан кебаптарымыз дайын болды. Қазанда тұрған етті осылай видеода көрсетілгендей вилкамен көрген кезде еті сүйектерінен ажырап және картопы жұмсақ болса, демек дайын болғаны тарелкаға салып, қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады. Осы рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоға лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Ұлданай, назарларыңызға көп рахмет. Менің каналымнан қандай рецепт көргілеріңіз келсе, комментарий бөліміне міндетті түрде жазып кетіңіз. Жасап рецепт бөлісуге тырысамын. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыз.